Ассалаумағалейкум қазақтарым. Егер нағыз шындықты іздесеңдер, тек мен ғана тыңдаңдар, тек мен ғана шындықты тура беттерін айтам. Соңына дейін шыдамдылық танытып тыңдаңдар, егер шындық іздесеңдер. Бірнеше жүз жыл бойы ваххабиттер өздерін ваххабит деп атап, өз есімдерін мақтан тұтты. Сосын бүкіл әлем олардың шын мәнінде кім екенін білген соң, соңғы сәлеп 1400 жыл бұрын өлгеніне қарамастан, кенеттен олар өздерін сәләфиміз деп атай бастады. Сәләфизмнің барлық ілімдерінің ішінен тек таухидты бөліп көрсетуге болады. Олар бұл туралы дұрыс айтты. Бірақ олар сәләфизмнің сауатсыз дүмше ғалымдары шайтанның азғыруының арқасында бұл таухидты 3 бөлікке бөлді. Оларға сенетін болсаңыз, Аллах пен оның елшісі саллаллаху алейхи вассалам барша мұсылмандарды алдап, ислам туралы барлық білімді бізге жеткізбеген болып шығады. Сауатсыз дүмше ғалымдар, ваххаби сәләфилер таухидты 3-ке бөліп, исламды Аллах пен оның елшісінен саллаллаху алейхи вассаламнан жақсылық білетін болып шыққаны ма сонда? Бірақ бұлай болуы мүмкін емес. Таухид, оны әртүрлі бөліктерге бөлуге болмайды. Ей шайтанның азғыруымен адасып кеткен ваххи сәләфи сектанттар, секталарыңнан шығып маған ілесіңдер, тек Құранға және сүннеттің Құранға қайшы келмейтін бөлігіне ғана ілесіңдер. Сендердің мазхабың іблістің мазхабы, сендердің барлық ұлы ғалымдарың шын мәнінде Аллахтың діні туралы ешқашан ештеңе түсінбеген дүмше ғалымдар. Мен мұны Құран мен сүннеттегі дәріктермен ондаған рет дәлелдедім. Мұсылмандардың арасына шайтанның фитнасын шашпай, ібліске көмектеспей, кеш болмай тұрғанда тоқтап, тура жолға еріңдер.